Күйеуім жоқ жерден себепсіз қызғана береді. Даже біреу есік ашып берсе, сыртта жүргенде жаман сөздермен балағаттай береді. Жек көріп бара жатқан сияқтымын дейді. Еркек адам қызғану керек. Сізге қызғанған махаббаты, сенімі, сезімі деп түсініңіз. Бірақ әлбетте үстіңе шыбын қонса, еркек шыбын қонса неғып қарай береді, еркек мысық қараса неге мысық қарай береді деп тиіскені енді ол ақымақтық болады. Бірақ жалпы әйел адамда орысша айтқанда повод бермеу керек. Сені қызғанса, ең жаманы қызғанған емес, ең жаманы безразличный болып қалғаның. Еркекке де әйелдің де сол сияқты. Жа сен анау жек көріп бара жатқан сияқтымын дегендей, ол да бара-бара саған суй береді. Сондықтан ол жақсы емес, сен де повод берме оған. Бүтін еркектерге ырбыңдама. Басын еркек өзі солай ойлайды. Әйел үйден шықса, артына бүкіл еркектің бәрі жүгіріп жүр деп ойлайды менің қатыным. Сондықтан түсіндіріп айт, мен осындаймын, мен өзі жынды емеспін, міне балам, міне сенсің, сенен басқа ешкім жоқ. Өз ауыз не үшін? Соны бір-біріне жылы сөз айтыңдар. Ол ақымақтық қылып саған жаман сөйлесе де, сен жақсы сөз сөйле оған. Берекелі сөз сөйле. Құдайдан дұға қылғаныңды сұрағаныңды ол естісін. Я Алла, осы күйеуім аман болсын деп балаларыңа үйрет. Соны көрсе, еркек жүрегі жібейді. Еркектің жүрегін жібітетін бала екенін ұмытпаңыздар. Балаңыз баласына дұрыс қарасан, еркектің жүрегі саған жібейді.